Сәлем достар, аяқ астынан қонақ келгенде дастарханға қоятын тіске басар пицца дайындаймыз. Бөлме температурасының айранның үстіне шым-шым сода саламыз. Жақсылап араластырып 2 минут күтеміз. Көпіршіктенгеннен кейін тұз саламыз. 1 жұмыртқа саламыз. 1 ас қасық май құйып жақсылап араластырамыз. Алпыс грамм, шамамен жарты кесе ұн салып, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Табаны осы жерде қыстыра берсек болады. Қызып тұрған табаға құямыз. Таба менде 24 см диаметрде, жан-жағына таратамыз. Бетін жауып 3 минут баяу отта пісіреміз. Бізде от баяу болып тұру керек, яғни орташада отта болу керек. Видеодағыдай асты пісіп үсті көбіршектене бастағанда томат пастасын немесе кетчуп жағамыз. Мен кетчуп жақтым. Салмасын өз таңдауларыңызша жазсаңыздар болады. Мен шұжық, қызанақ, ірімшік салдым. Бетін жауып орташа отта 3 минут пісіреміз. Өте дәмді болып піскен, міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Бейнелерімді жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған Гүлназ.